2023 жылы орыс тілі жылы болады деп жариялады. Армысыздар, құрметті көрермендер, видеороликті толығымен көру үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Или отмечаться год русского языка. Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуінде алдағы 2023 жылы достастықта орыс тілі жылы атап өтіледі деп мәлімдеді. ТМД елдері арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға қызмет ететініне сенім білдірді. Біз мемлекеттеріміздің мүдделеріне сай келетін ақпараттық күн тәртібін бірлесіп ойластырамыз деп ойлаймын. Алдағы 2023 жылы достастықта орыс тілі жылы аталып өтеді. Қазақстанның ТМД аясында орыс тілін қолдау жөніндегі халықаралық ұйым құру туралы бастамасы іс жүзінде дамиды, деді Тоқаев. Сонымен қатар Ресей президенті ТМД елдерінде 2025 жылды Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығы және нацизмге қарсы күрес жылы деп жариялауды ұсынды.